Қайырлы күн достар, бүгін өте жұмсақ болып шығатын әрі тез дайын болатын творожные косички дайындаймыз. Ең алдымен духовканы 180 градусқа қосып, қыздырып қоямыз. Творогқа жұмыртқа, шымшым тұз, сұйық май, қант, ванильді қант қосып, барлығын жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Бізде творог 5%, кез келген творогты қолдансаңыздар да болады. Келесі ұнымызға разрыхлитель қосып, оны творожный массаға аз-аздан салып, қамыр илейміз. Қамырды тындырмаймыз. Біркелкі еленіп болған соң дастарханға ұн сеуіп, 4 бұрыш етіп жайып шығамыз. Мен 30 см қылып алдым. Енді қант пен корицаны кесеге араластырып аламыз. Жайылған қамырдың үстіне май жағып, корицаны сеуіп шығамыз. Содан соң ораймыз да бірден пергаменттің үстіне қойып, ортасынан екіге бөліп өріп шығамыз. Жиырма 25 минутқа духовкаға салып пісіреміз. Иісі өте керемет болып шығады. Бетіне қалауларыңызша қант ұнтағын сеуіп, бірден шаймен ішсеңіздер болады. Видеом ұнаса тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сіздермен болған мен Жадыра, ас болсын.